лавр жапырағын 2-3 минут аузыма салып жей бастадым. Міне, 7 күн қолданғаннан кейін не болды? Бұл шығарылымда біз сіздерге кеңінен танымал аспаздық дәндеуіштің ғажайып қасиеттері туралы айтып береміз. Бұл хош иісті өнім әр үйдің асханасында кездеседі. Бұл лавр жапырағы туралы. Оның пайдалы қасиеттері соншалықты кең, ол дәрілермен теңестірілуі мүмкін. Құрметті көрермен, алдымен арнаға тіркеліп, видеоны ұнатсаңыз, лайк басып, пікіріңізді бөліссеңіз, қуанышты боламыз. Егер күнделікті лавр жапырағын жесеңіз, бұл сізге тез және күшті профилактикалық әсер береді. Бұл видеоның соңына дейін қарап, осы ерекше сауықтыру әдісі туралы барлық мәліметті біліп алыңыз. Лавр жапырағы құрамында 65-ке жуық пайдалы зат бар. Витаминдер, минералдар, эфир майлары және органикалық қышқылдар. Ол ас қорыту, иммунитетті нығайту, стрессті төмендету, ұйқыны жақсарту, қан айналымын реттеу және тым болбы көмек береді. Бұл өсімдік табиғи катализатор. Ағзадағы барлық процестерді жеделдетеді. Лавровый лист инфекциялармен күресуге көмектеседі. Бронхтарды тазалап, тыныс алу жолдарын жеңілдетеді. Сонымен қатар, ол иммунитетті нығайтып, қант деңгейін қалыпқа келтіреді. Ас қорыту жүйесін жақсартады және артық сұйықтықты шығарады. Сіз бір жапырақ лавр жапырағын жеп, оның ғажайып әсерін көре аласыз. Әр күні мұны жасап, иммунитетіңізді күшейтіп, түрлі аурулардан қорғаныңыз. Қалай қолдануға болады? Жай ғана күніне 2-3 минут жеп, қалғанын түкіріп тастаңыз. Бұл сіздің ағзаңызға барынша пайда әкеледі. Лавр жапырағын дұрыс қолдану арқылы денсаулығыңыздың жақсаруын бақылап, кез келген аурудан сақтаныңыз. Қалай қолдануға болады? Жай ғана күніне 2-3 минут жеп, қалғанын түкіріп тастаңыз. Бұл сіздің ағзаңызға барынша пайда әкеледі. Лавр жапырағын дұрыс қолдану арқылы денсаулығыңыздың жақсаруын бақылап, кез келген аурудан сақтаныңыз. Қауіпсіздік шаралары. Бұл әдіс барлық адамдар үшін емес. Жүкті әйелдер, балалар, қарттар және кейбір аурулармен адамдарға қолдануға болмайды. Дәрігермен кеңесіп, осы әдісті қолданар алдында барлық қауіптерді біліп алыңыз. Бұл қарапайым әдіс сіздің денсаулығыңызды күшейтіп, өміріңізді жақсартады. Сіз де осы әдісті қолданып, оның әсерін өз көзіңізбен көріңіз. Шаралары. Бұл әдіс барлық адамдар үшін емес. Жүкті әйелдер, балалар, қарттар және кейбір аурулармен адамдарға қолдануға болмайды. Дәрігермен кеңесіп, осы әдісті қолданар алдында барлық қауіптерді біліп алыңыз. Бұл қарапайым әдіс сіздің денсаулығыңызды күшейтіп, өміріңізді жақсартады. Достар, сіздің қолдауыңыз біз үшін бәрінен маңызды. Каналға қазір тіркеліңіз, жаңа видеоларды бірінші болып көру үшін. Лайк басып, бізге мотивация сыйлаңыз. Қандай видеоларды көргіңіз келеді? Комментке жазыңыз. Сіздің ойыңыз біз үшін бағалы. Әр қолдау бізге жаңа күш береді. Сізсіз бұл арна өспейді.